Баршаңызға сәлем. Сіздерді өз каналымда қайта көргеніме өте қуаныштымын. Біздің кезекті тақырып wanted to be. Болғым келген. Біз естеріңізде болса өткен сабақта want to be өткен болатынбыз. Want to be деген болғым келеді, ал бүгінгі тақырып болғым келген деген мағынаны білдіреді. Алдымен әдеттегідей I, you, we, they, he, she есімдіктерімізді жазып аламыз. Және барлығына бірдей wanted to be қолданылады. Мысалы, мен кім болғым келген, мен қандай болғым келген. Осы екі сұрақты талдап көрейік. Ең алдымен, мен кім болғым келген. Біз өткен сабақта мен дәрігер болғым келеді деген сөзді құраған болатынбыз сөйлем, ал бұл жолы мен дәрігер болғым келген, яғни өткен шақта құрайтын боламыз. Ол үшін пронауннан кейін wanted to be де жазамыз. I wanted to be a doctor. Бұның аудармасы мен дәрігер болғым келген. Сен дәрігер болғың келген деп айту үшін you wanted to be a doctor деп айтамыз. Біз дәрігер болғымыз келген деген деп айту үшін әдеттегідей doctors жалғаймыз көпшесін. Олар дәрігер болғысы келген деп айту үшін they wanted to be doctors. Енді ол бала дәрігер болғысы келген. He wanted to be a doctor. Ол қыз дәрігер болғысы келген. She wanted to be a doctor. Міне дәл осы реттілікпен мен кім болғым келген деген сұраққа жауап бердік. Енді қандай болғым келген? Біз алдыңғы сабақта мен атақты болғым келеді десек, осы жолы мен атақты болғым келген деп сөйлем құрайық көрейік. Атақты famous. Сонымен мен атақты болғым келген. I wanted to be famous. Сен атақты болғың келген. You wanted to be famous. Біз атақты болғымыз келген. We wanted to be famous. Олар they wanted to be famous. Ол бала he wanted to be famous. Ол қыз she wanted to be famous. Дәл осы реттілікпен біз болымды сөйлемді жасадық. Енді біз болымсыз сөйлемді қалай жасаймыз? Ол үшін бізде wanted to be де көмек жетістік болмағандықтан біз didn't көмекші етістігін қолданамыз. Өткен сабақта естеріңізде болса don't қолданған едік. Яғни don't-тың өткен шағы didn't. Бұл did және not-тың қысқартылған түрі. Сонымен мен дәрігер болғым келмеген. I didn't want to be a doctor. Бұл жердегі ed бізде didn't-ке өтіп кетеді. Сол себептен біз want-тың өзін ғана айтамыз. Сен дәрігер болғың келмеген. You didn't want to be a doctor. Біз дәрігер болғымыз келмеген. We didn't want to be doctors. Олар дәрігер болғысы келмеген. They didn't want to be doctors. Ол бала дәрігер болғысы келмеген. He didn't want to be a doctor. Ол қыз she didn't want to be a doctor. Бұл кезде бізде болымсыз сөйлем шықты. Ал сұраулы сөйлем кезде әдеттегідей көмекші етістікті біз сөйлемнің алдына шығарып жібереміз. Сонда мен дәрігер болғым келген ба деп сұрау үшін did I want to be a doctor? Сен дәрігер болғың келген ба? Did you want to be a doctor? Біз дәрігер болғымыз келген ба? Did we want to be doctors? Олар дәрігер болғысы келген ба? Did they want to be doctors? Ол бала дәрігер болғысы келген ба? Did he want to be a doctor? Ол қыз did she want to be a doctor? Міне, біз осы реттілікпен сұраулы сөйлемді жасап аяқтадық. Сөйлемнің болымсыз және сұраулы түрі кезінде, яғни didn't пен did қолданылған кезде, біз wanted емес, осы сөздің бастапқы формасы want деп қолданамыз. Сіздерге сабақ түсінікті болса, онда мен суретші болуды қалағанмын деген сөйлемді аударып, комментарийге жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркелуге кеңес беремін. Сізге сабақ ұнаса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіз. Келесі сабақта кездескенше, goodbye!